Абыройсыздықпен өмір сүргенше, батылдықпен өлген артық. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Сөз сүйектен өтпесе, таяқта көмектеспейді. Әлемді өзгертпес бұрын, өзіңді өзгерт. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Ештеңеге де қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Сынақсыз өмір өмір емес. Егер сізге үнсіздікпен жауап берсе, бұл жауап бермегенді білдірмейді. Ең жақсы неке әйелі соқыр, ал күйеуі керең болса. Ең кедей адам үйі, жанұясы, ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам. Басқа адамға да ашулануға мүмкіндік беріңіз. Егер сіз дауыс көтерсеңіз, оның да дауыс көтеруге құқығы бар. Мықты адамдар идеяларды талқылайды. Орташа адамдар оқиғаларды талқылайды. Ал әлсіз адамдар адамдарды талқылайды. Ақымақтың екі белгісі бар. Бірі өзіне пайдасы жоқ нәрсені әңгіме қылуға бейім тұрады. Екіншісі сұрамаған адамға ақыл айтады. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып, лайк басып, өздеріңіздің жақсы пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Мен бұл каналымда тағы да басқа жақсы мәліметтермен бөлісемін.